Саламатсыздар ма балалар, сабағыма қош келдіңіздер. Параграф 10 жүзу спорты. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаңдар. Суда жүзе білу өмірге өте қажет. Адам баласы ерте заманнан бері суда жүзумен айналысып келеді. Жаздың қапырық ыстық күндерінде адамдар жүздеп мыңдап жағажайларға, өзен-көлдердің, теңіздердің жағаларына жиналады. Судың жағасындағы таза салқын ауа, күннің сәулесі өсімдіктер дүниесі денсаулыққа өте пайдалы. Әрине, мұның бәрі жақсы жүзе білетін адамдарды ерекше рахаттандырады. Суға секіру, су шаңғысы, желкен спорт, өсу спорты, суда жүзу сияқты спорт түрлерінде жетістіктерге жету үшін жүзумен тыңғылықта айналысу керек. Суда жүзудің мынадай спорттық әдіс-тәсілдері бар. Еркін жүзу, етпеттеп, шалқалап, қол мен аяқты екі жаққа қарай сермеп арқылы жүзу, екі қолды иықтан сермеп жүзу, екі аяқпен бірдей қозғалыс жасау. Спорттық жүзудің осы түрлерімен шұғылданатын адамдар халықаралық жарыстарда ел намысын қорғай алады. Шомылу мен жүзу дене мүшелерін сыртқы температура әсерінен салқыннан пайда болатын аурулардан сақтап, төзімді болуға тәрбиелейді. Өзен-көлдерде жүзу күннің шуағы мен таза ауа адам денесінің күшті әсерін тигізеді. Судың ішінде адам салмақсыз болатындықтан денеге көп күш түспейді, омыртқа жотасы созылады. Бұлшық талшықтары ұзарады. Соның әсерінен адам тұлғасы сұлбаттанып, қимыл қозғалысы еркін де әсем көрінеді. Олай болса, суда жүзу адамның денсаулығын нығайтады. Сонымен қатар денесін шынықтыруға көмектеседі. Қосымша ақпарат. Жаздың қапырық ыстық күндерінде адамдар жүздеп мыңдап жағажайларда, өзен-көлдердің, теңіздердің жағаларында жиналады. Негізгі ақпарат: судың жағасындағы таза салқын ауа, күннің сәулесі, өсімдіктер дүниесі денсаулыққа өте пайдалы. Келесі екінші тапсырма. Мәтін құрылымы ескере отырып қарапайым жоспар құрыңдар. Жоспар. Суда жүзе білу пайдалы. Жүзудің спорттық әдіс-тәсілдері. Шомылу төзімді болуға үйретеді. Жүзудің пайдасы. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі етіс түрлерін ажыратыңдар. Үлгі: жиналады, ырықсыз етіс. Айналысып, ортақ етіс, жиналды, ырықсыз етіс. Рахаттандырады, өзгелік етіс. Айналысу, ортақ етіс. Тигізеді, өзгелік етіс. Созылады, ырықсыз етіс. Төртінші тапсырма. Суретпен танысыңдар. Кубизм әдісін пайдаланып, жүзу спорты тақырыбында сұхбаттасыңдар. Суретте спортшылар бейнесі салыстыр, басқа спорт түрлерімен салыстырыңдар. Болжа: елімізде осы спорт түрінің болашағы қандай болмақ? Талда: жүзу спорт түрлерін талдаңдар. Жарияла: жүзудің пайдасы. Қорытындыла: спорт денсаулық кепілі. Аға, менің үй тапсырмама көмектесші. Суда жүзу туралы екен ғой. Иә, елімізде жүзудің болашағы қандай болады деп ойлайсың? Қазір елімізде жүзу өте қарқынды дамып жатыр. Бірақ әлі бокс пен футбол секілді деңгейде жеткен жоқ. Иә, аға, мен де байқадым. Жүзуден өтетін олимпиадалардың спортшыларымыз жүлдемен оралатын болыпты. Геннадийдің жекпе-жегін күткендей жүзуден жарысты да солай күтеміз. Мен жүзумен айналысамын. Жүзудің әртүрлі түрлері бар. Мысалы, кроль, еркін жүзу, біраз қол мен аяқты екі жаққа сермей арқылы жүзу деген секілді. Жүзумен айналысқан адамның тұлғасы сымбаттырақ бола түседі және омыртқа жотасы созылады. Бұл денсаулыққа өте пайдалы. Аға, мен де жүзумен айналысқым келеді. Адам кем дегенде бір спортпен айналысу керек. Спорт денсаулық кепілі. Бесінші тапсырма. Спорт туралы алған білімдеріңді инсерт стратегиясы бойынша жазыңдар. Бұрыннан білемін, жаңа ақпарат менің ойлағаныма қайшы, білгім келеді. Спорт денсаулыққа пайдалы екенін бұрыннан білемін. Жаңа ақпарат: жүзу менің ойлағаныма қайшы. Жүзу салқыннан пайда болатын аурулардан сақтайтынына, жүзуде мықты елді білгім келеді. Осымен балалар, сабағым аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.